Менің атым Салтанат. Жасым 45-те. Ермек екеуміздің отасқанымызға 23 жыл болған. Осы уақыт ішінде 2 бала өсірдік, үй салдық. Талай қиындықты бірге өткердік. Сырттай қараған адам бізді тату отбасы деп ойлайтын. Ермек жаман күйеу болған жоқ. Үйге табысын әкелетін, балалардың оқуын ойлайтын, туған туысқа көмектесетін. Ішімдікке салынбады, үйден себепсіз жоғалып кетпеді. Бірақ жылдар өте келе біздің арамыздағы жақындық бірте-бірте азая берді. Бұрын жұмыстан келгенде мені құшақтап, күнімнің қалай өткенін сұрайтын. Кейін амандасып, тамағын ішіп, теледидардың алдына отыратын болды. Мен де өзгердім. Үй, жұмыс, балалар, қарыз, азық-түлік, туыстардың мәселесі. Осылардың арасында әйел екенімді ұмытып кетіппін. Кейде айнаға қарағанда өзімді танымай қалатынмын. Бетіме әжім түсе бастаған. Денем де бұрынғыдай емес. Жас кезімде Ермек мені көргенде көзін ала алмайтын. Ал соңғы жылдары жаңа көйлек кисем де байқамайтын болды. Мүмкін бәрі содан басталған шығар. Жұмысымызға Данияр деген жаңа басшы келді. Ол менен 6 жас кіші болатын. Әрдайым ұқыпты киінетін, сөйлегенде адамның көзіне қарайтын. Ең бастысы мені тыңдайтын. Алғашында біздің арамызда ештеңе болған жоқ. Жай ғана жұмыстан кейін хабарлама жазатын. Үйге аман жеттіңіз бе? Бүгінгі көйлегіңіз жарасып тұрды. Сіз күлгенде мүлде басқа адам болып кетесіз. Осындай сөздерді Ермектен естімегелі қанша жыл болғанын білмеймін. Мен Даниярға ғашық болдым деп айта алмаймын. Бірақ оның маған әйел ретінде қарағаны ұнады. Бір күні жұмыстан кейін екеуміз дәмханаға кірдік. Әңгімелесіп ұзақ отырдық. Ол қолымды ұстағанда тартып алуым керек еді. Бірақ тартпадым. Сол кеште болған жағдайды егжей-тегжейлі айтқым келмейді. Тек бір нәрсені мойындаймын. Отбасымды ойлауым керек болған сәтте мен өз әлсіздігімді таңдадым. Кейін бәрін тоқтаттым. Даниярға енді хабарласпауын айттым. Оның нөмірін өшірдім. Отбасыма оралып, ештеңе болмағандай өмір сүре берем деп ойладым. Бірақ құпияның мәңгі жасырын қалмайтынын ескермеппін. Бір кеште ас үйге кірсем, Ермек менің телефонымды ұстап отыр екен. Экранда Даниярдың хабарламасы тұрды. Сол кешті ұмыта алмай жүрмін. Ермек маған қарады. Ол айқайлаған жоқ, телефонды лақтырмады. Тек «Данияр деген кім?» деп сұрады. Сол сәтте біздің 23 жылдық өміріміздің бұрынғыдай болмайтынын түсіндім. Ал күйеуімнің менен кетпей, мүлде басқа жолмен кек қайтаратынын ол кезде білген жоқпын. Алғашқы аптада Ермек менімен сөйлеспеді. Бір үйде тұрсақ та, 2 бөтен адам сияқты болдық. Ол таңертең ерте тұрып жұмысқа кетеді, кешке келеді. Тамағын өзі жылытып ішеді. Бұрын көйлегін үтіктеп қоймасам, «Салтанат, ертең кездесуге барам ғой», деп ескертіп қоятын. Енді менен ештеңе сұрамайтын болды. Бір күні кешке ол әдеттегіден кеш келді. Үстінен бөтен иіс сезілді. Ол әйелдің әтіріне ұқсамайтын. Жылы майдың, шөптің және әлсіз хош иістің қоспасы еді. «Қайда болдың?» деп сұрадым. «Массажға бардым». «Қандай массаж?» «Арқам ауырып жүр». «Бұрын айтпадың ғой?» Ермек аяқ киімін шешіп, жатып маған бір қарады. Бұрын мен де көп нәрсені білмейтінмін. Осы сөзден кейін артық сұрақ қоя алмадым. Бірақ массажға бір рет қана бармады. 2 күннен кейін тағы кетті. Сосын әр сейсенбі мен жұма сайын жұмыстан кеш қайтатын болды. Әуелде оның шынымен арқасы ауырып жүр деп ойладым. Алайда өзгерісін көп ұзамай байқадым. Жаңа көйлек сатып алды, шашын жиі реттейтін болды, бұрын қолданбайтын әтір жақты. Тіпті таңертең айна алдында ұзақ тұратын. «Соңғы кезде өзіңе қатты қарайтын болыпсың», дедім бір күні. «Адам өзін ұмытпау керек екен». Бұл сөз маған арналған түсіндім. Бір жұмада ол үйге түнгі 10-нан кейін келді. «Массаж 2 сағатқа созыла ма?» деп сұрадым. Кейін кофе іштік. «Кіммен?» «Массаж жасайтын әйелмен».
ішім шым ете қалды. Оның аты кім? Мөлдір. Жасы нешеде? 35 шамасында. Күйеуі бар ма? Жоқ. Оны да сұрап үлгердің бе? Ермек жымиып қойды. Бір сағат бірге отырғанда адамдар сөйлеседі. Массаж кезінде ме? Кейін. Қай жерде? Жақын маңдағы дәмханада. Неге? Ол шай ішеді деді. Сен келістің бе? Келістім. Ол менің жүзіме қарап тұрды. Көзінде ашық кек болмаса да, менің ішімдегі қызғанышты көргісі келгені сезілді. Ол қандай әйел? Деп сұрадым. Саған не үшін керек? Жай қызық. Әдемі. Оның қысқа ғана жауабы ішімді өртеп жіберді. Қаншалықты әдемі? Салтанат. Әйелді әйелге сипаттап берудің қажеті бар ма? Менімен салыстырғанда ше? Ермек сөмкесін үстелге қойды. Ол сенімен салыстыруды сұраған жоқ. Демек, мен туралы айттыңдар ма? Я. Не айттың? Шындықты. Қандай шындықты? Әйелім мені алдады дедім. Мен сені алдағым келген жоқ. Бірақ алдадың. Бұл бір рет болды. Бір рет болғанға нәрсе ауырмайды деп кім айтты? Ол жатын бөлмеге кіріп кетті. Сол түні мен оның жанында жатып, алғаш рет оны басқа әйелмен елестеттім. Мөлдір оның жалаңаш арқасына май жағып отыр. Қолдары иығынан төмен түседі. Ермектің бұлшық еттері бірте-бірте босап, маңдайына тер шығады. Ол әйелдің тынысын сезеді. Мөлдір оған: "Босаңсыңыз", дейді. Ал Ермек оның дауысын тыңдап жатады. Осыны ойлаған сайын ішім қызғаныштан өртенді. Бірақ өзімнің Даниярмен болғанымды есіме түсіргенде үнсіздік сақтауға мәжбүр болды. Кейін Ермек сол кеште не болғанын өзі айтып берді. Ол салонға әдейі барған екен. Жұмыстағы әріптесі сол жерді мақтап, Мөлдір деген маманның қолы жақсы екенін айтқан. Алғаш рет кіргенде-ақ Ермек оның өзгеше әйел екенін байқапты. Мөлдір 35 жаста еді. Қазара шашын артына жинап қоятын. Дене бітімі сымбатты, жүрісі баяу әрі сенімді. Ол ер адамның өзіне қалай қарайтынын жақсы білетін, бірақ артық қимыл жасамайтын. Массаж бөлмесі күңгірт болатын. Терезеге қалың перде тартылған. Бұрыштағы шағын шам ғана жұмсақ жарық беріп тұрады. Ермек кушеткаға етпетінен жатқанда, Мөлдір алдымен оның иығы мен жауырынын уқалаған. "Денеңіз қатты шаршаған", деген ол. "Соңғы кезде ұйқым дұрыс емес". Дене адамның айтпағанын айтып қояды. Оның алақандары бірде қатты, бірде жұмсақ қимылдайтын. Иықтан төмен түсіп, арқасының екі жағын баяу басатын. Бір кезде қолдары беліне қарай жылжығанда, Ермек денесін еріксіз қатайтып алыпты. "Босаңсыңыз", деген Мөлдір ақырын. Онда ойланудың қажеті жоқ. Бөлме ыстық болмағанымен, Ермектің маңдайына тер шығыпты. Мөлдірдің алақандары белінің төменгі тұсында сәл кідіріп, қайта жоғары көтерілген сайын тынысы өзгерген. Ол бұл жерге емделу үшін ғана келмегенін өзі де сезген. Мені жазалағысы келген. Өзінің әлі де басқа әйелге ұнай алатынын дәлелдегісі келген. Ал Мөлдір мұны бірден түсінген. Массаж аяқталған соң Ермек бірден тұра алмапты. Мөлдір есік алдында тұрып: "Асықпаңыз. Бірден тұрсаңыз, басыңыз айналуы мүмкін", деген. Ермек оның жүзіне анық қараған. Жұмыс киімі дене бітімін толық жасыра алмайды. Кеуде тұсы жабық болғанымен, көзді еріксіз тартатын. Оның сұлулығы жас қыздың сұлулығы емес еді. Өзін жақсы білетін, денесін де, көзқарасын да еркін ұстайтын ересек әйелдің сұлулығы болатын. "Шай ішесіз бе?" деп сұраған Мөлдір. "Осында ма?" "Үйім жақын.
Бүгін соңғы клиент өзіңіз едіңіз. Ермек оның жай ғана шай ұсынып тұрмағанын түсінген. Мөлдір де оның түсінгенен білген. Барғыңыз келмесе, ештеңе етпейді, деген ол. Ал Ермек, барамын, деп жауап берген. Мөлдірдің үйі салоннан 2 көше әріде орналасқан шағын пәтер еді. Іші тым сәнді болмаса да, жинақы әрі жылы болатын. Терезе алдында гүлдер, сөреде кітаптар тұр. Бөлмеде баяу музыка ойнап тұрған. Мөлдір жұмыс киімін ауыстырып шыққанда, Ермек оған ұзақ қарап қалыпты. Үстіндегі қара көйлек денесіне жарасып тұрды. Ашық-шашық емес, бірақ әйелдің сымбатын айқын көрсететін. Шай ма, кофе ме? Деген Мөлдір. Не болса да болады. Сіз массаж кезінде де солай жауап бердіңіз. Қалай? Не қалайтыныңызды айтпайсыз? Әдетім сол. Әлде өзіңізден қорқасыз ба? Ермек күліп жіберген. Менің жасымда неден қорқуым керек? Мөлдір жақындап, оның көйлегінің жағасын түсеген. Саусақтары мойнына тигенде Ермектің тынысы ауырлаған. Кейде адам басқа біреуден емес, өз ішіндегі қалаудан қорқады, деген ол. Олар бір-біріне өте жақын тұрған. Ермек қолын созса, Мөлдірдің беліне тиер еді, бірақ қолын көтермеген. Әйеліңізді әлі де жақсы көресіз, деген Мөлдір. Оны қайдан білесіз? Сіз бұл жерге мені қалау үшін емес, оған бір нәрсе бәлелдеу үшін келдіңіз. Ермек үндемей қалған. Мен саған ештеңе айтпадым ғой. Айтудың қажеті жоқ. Мөлдір оның көзіне тік қараған. Әйеліңіз сізді ренжітті ме? Иә. Ал сіз оны дәл солай ренжіткіңіз келе ме? Бәлкім. Сонда менен не күтесіз? Осы сұрақтан кейін Ермек жауап бере алмаған. Мөлдір асықпады. Артына бұрылып, терезе алдына барған. Әлі де кетіп қалуыңызға болады, деген ол. Ермек оның артынан жақындаған. Мөлдірдің иығына қолы тиер-тимес жерде тоқтаған. Сол сәтте телефоны шырылдапты. Экранда менің атым тұрған. Мөлдір де көрген. Көтеріңіз, деген ол. Қаламаймын. Онда өшіріңіз. Ермек қоңырауды өшірген. Мен оған, Ермек, қайдасың? Біз сөйлесуіміз керек. Мен саған бәрін айтуға дайынмын, деп хабарлама жіберген едім. Мөлдір оның қолына ақырын қолын қойған. Енді шешімді өзіңіз қабылдайсыз, деген. Ермек бір жағында 23 жылдық отбасы, екінші жағында алдында тұрған әйел барын сезген. Ол кек алуға келген. Бірақ сол үйге кірген сәтте мәселе кек туралы болмай қалған. Ол сол түні үйде түн ортасына жақын келді. Мен ас үйде күтіп отырдым. Қайда болдың? Дедім. Айттым ғой, массажда. Массаж түн ортасына дейін созылды ма? Кейін Мөлдірдің үйіне бардым. Ол бұл сөзді әдейі анық айтты. Ішімнен бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Үйіне не үшін бардың? Шай ішуге. Тек шай ма? Ермек маған ұзақ қарады. Саған қандай жауап керек? Шындығы. Сен маған шындықты айттың ба? Мен қазір айтуға дайынмын. Ал мен естуге дайын емеспін. Ол киімін ауыстырып, қонақ бөлмеге жатуға кетті. Мен артынан бардым. Екеуіңнің араларында бір нәрсе болды ма? Болса ше. Ермек, сенің жүрегің ауырды ма? Сен әдейі істеп жүрсің. Иә, алғашында әдейі бардым. Ал қазір ше? Ол жауап бермеді. Оның үнсіздігі мені қорқытты. Ол саған ұнай ма? Иә, бір ғана сөз. Бірақ ол сөз менің Даниярмен өткізген кешімнен де ауыр болып көрінді. Оған тағы барасың ба? Білмеймін. Сен мені жазалағың келе ме? Мен өзімді тірі сезінгім келеді. Оның осы сөзін бұрын мен де ішімнен айтқан едім. Данияр маған қарағанда өзімді әйел ретінде қайта сезінгенмін. Енді Ермек дәл сол сезімді Мөлдірден тауып жүр.
Менен не жетпеді деп сұрадым. Ол ащы жымиып қойды. Бұл сұрақты мен саған қоюым керек емес пе? Келесі аптада Ермек массажға тағы барды. Мен оны тоқтатпадым. Бірақ сол кеште үйде отыра алмадым. Салонның мекен-жайын оның банк хабарламасынан тауып алған едім. Такси шақырып, сонда бардым. Қарсы беттегі дәмханаға кіріп, терезе жанынан орын алдым. Жарты сағаттан кейін Ермек келді. Үстінде жаңа көйлегі бар. Шашын реттеген, әтір сепкен. Оны мен үшін осылай дайындалғанын соңғы рет қашан көргенім есімде жоқ. Ол салонға кіріп кетті. 1 сағат өтті. Сосын тағы жарты сағат. Ақыры есік ашылды. Алдымен Ермек шықты. Артынан Мөлдір көрінді. Оны бірінші рет көрдім. Ермек өтірік айтпапты. Мөлдір шынымен көз тартатын әйел еді. Жасы 35-тер шамасында. Қара шашы иығына төгіліп тұр. Дене бітімі сымбатты, әрі толық қалыптасқан. Жас қыз сияқты, нәзік емес, ересек әйелге тән жинақы әрі сенімді сұлулығы бар. Ол Ермекке жақын тұрып, бір нәрсе айтты. Ермек күліп жіберді. Сол күлкіні көргенде жүрегім ауырды. Ол менімен бірге жүргенде бұрын осылай күлетін. Мөлдір оның иығына қолын қойды. Сосын жағасын ақырын түсеп берді. Бұл жай ғана қызмет көрсетуші мен клиенттің қимылына ұқсамады. Олардың арасында көзге көрінбейтін жақындық пайда болған. Ермек көлігіне отырды. Мөлдір есік алдында тұрып ұзақ қарап қалды. Мен үйге күйеуімнен бұрын жеттім. Ол кіргенде ас үйде күттім. Массажың қалай өтті? Жақсы. Мөлдір шығарып салды ма? Ермек тоқтап қалды. Сен қайдан білесің? Көрдім. Мені аңдыдың ба? Иә. Неге? Сенің не істеп жүргеніңді білгім келді. Ол күркесін шешіп орындыққа ілді. Салтанат, бұл сұрақты қоюға құқығым бар деп ойлайсың ба? Мен сенің әйеліммін. Даниярмен кездескенде осыны есіне алдың ба? Қателестім. Мен де қателескім келіп жүрген шығар. Мөлдірмен араларында не бар? Әзірге ештеңе жоқ. Әзірге деген сөз ішімді өртеп жіберді. Әзірге дегені не? Ол мені қалайды. Оны қайдан білесің? Әйелдің көзқарасынан сезіледі. Ал сен ше? Ермек жауап бермеді. Сен де оны қалайсың ба? Иә. Мен орындыққа отыра кеттім. Ол мені әдейі жаралап тұрғандай көрінді. Бірақ оның көзінен кекпен бірге шындықты да көрдім. Ол Мөлдірге шынымен тартылып жүр. Онымен бірге болғың келе ме? Кейде. Ал мен ше? Сен менің әйелімсің. Бұл жауап емес. Сен 23 жыл бойы менің әйелім болдың. Бірақ сол кеште басқа еркекті таңдадың. Мен сені таңдағым келеді. Мүмкін кеш қалған шығарсың. Сол түні мен алғаш рет күйеуімді өзіме қайта тартуға тырыстым. Жатын бөлмеде жалғыз отырған кезде жаңа көйлегімді кидім. Шашымды жайып, аздап боянып алдым. Ермек қонақ бөлмеде теледидар көріп отыр еді. Мен жанына барып отырдым. Ол маған бір қарады да, қайта экранға бұрылды. Сөйлесейікші, дедім. Не туралы? Біз туралы. Біздің арамызда айтылмаған нәрсе қалды ма? Көп нәрсе қалды. Мен оның қолына қолымды қойдым. Ол тартып алмады, бірақ саусақтарымды қыспады да. Мені жек көресің бе? Деп сұрадым. Жоқ. Сонда не сезесің? Білмеймін. Мөлдірге не сезесің? Оның жанында басым тынышталады. Ал менің жанымда ше? Бәрі есіме түседі. Мен оған жақындай түстім. Мүмкін екеуміз қайтадан бастармыз. Қалай? Бір-бірімізге бөтен адам сияқты қарамайық. Ермек маған қарады. Көзінде бұрынғы жылылықтың әлсіз ізі пайда болғандай болды.
Мен оның иығына басымды қойдым. Бірнеше секунд ол қозғалған жоқ. Сосын қолын арқама қойды. Осы бір қарапайым жанасудың өзін қанша уақыт күткенімді сол сәтте түсіндім. Оның демін сездім. Кеудесіне жақындай түстім. Ермек бетіме қарады. Бір сәтке біз бұрынғы жас кезімізге қайтып келгендей болдық. Бірақ ол кенет менен алыстады. Не болды? Дедім. Қолымнан келмейді. Неге? Саған қарасам, оны елестетемін. Оның оны дегені Данияр екенін түсіндім. Ол мен үшін ешкім емес. Бірақ сен оған менің орнымды бердің. Бір кешке ғана. Бір кеш кейде 23 жылдан ауыр болады. Ермек орнынан тұрып бөлмеден шығып кетті. Ал мен сол жерде жалғыз қалдым. Келесі күні Мөлдір маған өзі қоңырау шалды. Нөмірді танымасам да көтердім. Салтанат па? Деді әйел даусы. Иә, мен Мөлдірмін. Денем мұздап кетті. Менің нөмірімді қайдан алдыңыз? Ермектің телефонынан. Оның телефонын неге қарап жүрсіз? Ол менің үйімде ұйықтап қалды. Бұл сөзді естігенде орнынан тұрып кеттім. Қашан? Кеше түнде. Ол үйде келді ғой. Мен өткен аптаны айтып тұрмын. Сол түні Ермек түн ортасына жақын келген еді. Демек, ол маған тек шай іштік деп өтірік айтқан. Араларыңда не болды? Дедім. Мөлдір біраз үнсіз қалды. Мұны менен емес, күйеуіңізден сұрағаныңыз дұрыс. Сіз қазір не үшін қоңырау шалып тұрсыз? Себебі мен біреудің отбасын бұзғым келмейді. Бірақ күйеуімді үйіңізге кіргіздіңіз? Ол ересек адам, өзі келді. Сіз де не істеп жүргеніңізді түсіндіңіз? Иә, түсіндім. Мөлдірдің даусы сабырлы еді. Бұл мені одан сайын ашуландырды. Ермекті жақсы көресіз бе? Жоқ. Оның жауабы күтпеген жерден жеңілдік бергендей болды. Бірақ келесі сөзі қайта ауыр тиді. Әзірге жақсы көрмеймін. Онымен ойнап жүрсіз бе? Жоқ. Ол мені пайдаланып жүр. Мен де оның көңілін пайдаланып жүрген шығармын. Не үшін? Жалғыздықтан. Мөлдірдің даусы алғаш рет өзгерді. Мен де бір кездері тұрмыста болғанмын. Күйеуім басқа елге кетіп қалды. Сондықтан Ермектің не сезіп жүргенін түсінемін. Онда неге оны тоқтатпайсыз? Себебі кейде адамды біреу тоқтата алмайды. Ол өзі тоқтауы керек. Сізге не керек? Оның таңдауы. Ол менің күйеуім. Оны маған емес, өзіңіз айтыңыз. Мөлдір телефонды өшірді. Мен ашудан қалшылдап тұрдым. Бірақ оның кейбір сөздері шындық екенін түсіндім. Ермекті Мөлдір менен тартып алған жоқ. Мен оны өзімнен алыстатып алдым. Сол кеште Ермек келгенде бәрін сұрадым. Сен Мөлдірдің үйінде ұйықтап қалдың ба? Ол маған таңырқап қарады. Ол саған қоңырау шалды ма? Иә. Неге? Білмеймін. Мүмкін мені қинағысы келген шығар. Ол ондай әйел емес. Күйеуімнің оны қорғағаны маған қатты батты. Сен оны жақсы танитын болыпсың ғой. Қазір сенен жақсырақ танитын шығармын. Араларында не болды? Ол күрсінді. Мен оның үйіне бардым. Шай іштік. Біраз сөйлестік. Сосын ол маған жақындады. Қалай? Мұның егжей-тегжейін білгің келе ме? Иә. Неге? Өйткені сен де мені солай сұрадың. Ермек терезе алдына барып тұрды. Ол мені құшақтады. Мен де оны құшақтадым. Сосын бір-бірімізге жақындадық. Онымен болдың ба? Ол бірден жауап бермеді. Жоқ. Неге? Тоқтадым. Мені ойладың ба? Жоқ. Бұл сөз тағы да ауыр тиді. Онда неге? Өзімді ойладым.
Ол маған бұрылды. Басында сенен кек алғым келді. Мөлдірдің жанында жатқанымды елестетіп, сенің де мен сияқты ауырғанымды қаладым. Бірақ шын сәт келгенде, өзімді басқа біреудің әрекеті үшін жазалап жатқанымды түсіндім. Демек, араларында ештеңе болған жоқ па? Біз сүйістік. Ішіме қызғаныш қайта толды. Қалай? Салтанат, тоқта. Қалай сүйістіңдер? Бұл саған не береді? Білмеймін, бірақ білдім келеді. Ермек үндемеді. Мен оның үнсіздігінен ақ бәрін елестеттім. Мөлдір оған жақындаған, қолдарын мойнына қойған. Ермек оның белінен ұстаған. Олардың арасы жақындаған. Осы көрініс санама кіріп алып, кетпей қойды. Саған ады ма? Дедім. Иә. Ол тағы да өтірік айтпады. Тағы қайталағың келе ме? Ермек ұзақ үнсіз қалды. Білмеймін. Мені әлі жақсы көресің бе? Иә. Оны да қалайсың ба? Иә. Оның шындығы өтіріктен ауыр еді. Келесі апталарда біздің өміріміз түсініксіз күйге түсті. Ермек массажға баруын тоқтатпады. Бірақ әр барған сайын Мөлдірдің үйіне кірмейтінін айтты. Мен сенгім келді. Сонымен бірге оның телефонын жасырын тексеретін болдым. Хабарламалары там ашық емес еді. Мөлдір, бүгін келесіз бе? Ермек, иә. Арқаңыз қалай? Арқамнан гөрі басым ауырады. Онда бүгін сөйлесеміз. Кейде Мөлдір, өзіңізге ауыр шешім қабылдамаңыз, деп жазатын. Бір хабарламада Салтанатпен сөйлесіңіз. Сіз одан әлі кетуге дайын емессіз, депті. Ермек, ал сізден кетуге дайынмын ба? Деп жауап берген. Мөлдір, оны мен емес, өзіңіз шешесіз, депті. Осы жазысқандарды оқығанда Мөлдірді жек көргім келді. Бірақ ол күйеуімді маған қарсы айдап салып жүрмеген. Керісінше, оны тоқтатуға тырысатын сияқты. Сонда да оның Ермекке жақын болғанын қабылдай алмадым. Бір күні кешке Мөлдір мені кездесуге шақырды. Екеуміз сөйлесуіміз керек, деді. Ермек туралы ма? Иә. Оның қатысуынсыз ба? Оның қатысуынсыз. Қаланың ортасындағы тыныш дәмханада кездестік. Мөлдір мен ойлағанынан да сұлу көрінді. Үстінде қарапайым ақ көйлек пен қара шалбар болды. Артық бояу жоқ. Бірақ өзін ұстауы адамды еріксіз назар аудартатын. Ол мені көргенде орнынан тұрды. Келгеніңізге рахмет. Не айтқыңыз келеді? Мөлдір бірден бастамады. Ермек маған сіз туралы көп айтты. Жаман айтты ма? Ауыр айтты. Айырмашылығы бар ма? Бар. Адам жек көрген адамын емес, жоғалтып алудан қорыққан адамын ауыр айтып отырады. Мен үнсіз қалдым. Сіз оны жақсы көресіз бе? Деп сұрады ол. Иә. Онда неге басқа адаммен болдыңыз? Бұл сұрақты бөтен әйелден есту намысыма тиді. Бұл сіздің шаруаңыз емес. Дұрыс. Бірақ сіз менен күйеуіңізді қайтарғыңыз келсе, алдымен өзіңізге жауап беруіңіз керек. Мен сізден ештеңе сұраған жоқпын. Бірақ көзіңіз сұрап тұр. Ол менің көзіме тура қарады. Ермек менің жанымда өзін тыныш сезінеді. Мен оны тыңдаймын. Денесіне ғана емес, айтпаған сөзіне де назар аударамын. Мұны маған әдейі айтып отырсыз ба? Жоқ. Сіз 23 жылда ұмытып кеткен нәрсені еске түсіру үшін айтып отырмын. Сіз оның әйелінің орнына өтпексіз бе? Жоқ. Онда неге араларыңыздағыны тоқтатпайсыз? Мөлдір шынаяғын ақырын үстелге қойды. Өйткені мен де оны қалап қалдым. Оның ашық жауабы мені селк еткізді. Сонда өзіңізге алғыңыз келе ме? Ер адам зат емес. Бірақ сіз оның әлсіз кезін пайдаланып жүрсіз. Ал Данияр, сіздің әлсіз кезіңізді пайдаланған жоқ па?
Мен жауап бере алмадым. Сіз мені жек көре аласыз, деді Мөлдір. Бірақ мәселе менде емес. Мен кетсем, Ермектің ішіндегі жары жазылмайды. Басқа бір әйел пайда болуы мүмкін. Сіз не ұсынасыз? Оған таңдау беріңіз. Ол сізді таңдаса ше? Мөлдір біраз үнсіз қалды. Онда оны ұстап тұрудың мәні жоқ. Сізге оңай айту. Жоқ, маған да оңай емес. Оның көзінен алғаш рет мұң көрдім. Ол да Ермекке жай қызығушылықпен қарамайтын. Сол кеште үйге қайтқанда Ермек күтпеген жерден ас дайындап қойыпты. Үстел үстінде 2 тәрелке, 1 бөтелке шарап тұр. Не болды? Дедім. Бүгін сөйлесейік. Мөлдірмен кездескенімді білесің бе? Иә, ол айтты. Сендер мен туралы бәрін сөйлесесіңдер ме? Бұрын сөйлесетінбіз. Ал қазір ше? Бүгін онымен қоштастым. Мен оған сене алмай қарадым. Неге? Себебі осының бәрі тым ұзап кетті. Ол не деді? Шешіміңе сенімді болсаң, тоқтатпаймын деді. Сен сенімдісің бе? Ермек бірден жауап бермеді. Жоқ. Шындықты тағы да жасырмады. Сонда неге қоштастың? Өйткені сені әлі жақсы көремін. Көзіме жас келді. Мені кешірдің бе? Жоқ. Онда қалай бірге тұрамыз? Білмеймін. Бірақ кек алу арқылы ештеңе түзелмейтінін түсіндім. Ол шарап құйды. Мен Мөлдірді қаладым. Әлі де қалаймын. Оның жанында өзімді керек адамдай сезіндім. Оның сөзін тыңдау ауыр болды. Бірақ тоқтатпадым. Бірақ оны мен жаңа өмір бастасамда, өзімен бірге осы жараны алып кетер едім. Сенен қашып, өзімнен құтыла алмаймын. Ал мен не істеуім керек? Өтірік айтпа. Тағы не? Мені қайтадан күйеуің ретінде емес, ер адам ретінде көре аласың ба? Мен оның қолын ұстадым. Иә. Кек жоғалтып алудан қорыққаның үшін емес пе? Жоқ. Сені басқа әйелдің жанында көргенде ғана, қанша уақыт бойы өзімен алыстатып жібергенімді түсіндім. Ол қолымды қысты. Бұл 23 жылдан кейінгі алғашқы шынайы әңгімеміз еді. Сол түні біз бір бөлмеде қалдық, бірақ бірден бәрі қалпына келмеді. Екеуміз де асықпадық. Бір-біріміздің қолымызды ұстап, ұзақ жаттық. Кейде жақындық денеден емес, үнсіз жатқан 2 адамның қайтадан бір-біріне сенуге тырысуынан бастады екен. Ермек маған жақындағанда, мен оның көзінен Мөлдірді іздедім. Ал ол менің көзімнен Даниярды іздеген шығар. Бірақ сол түні арамызда бөтен адададыңын атадық. Келесі айларда отбасымызды сақтап қалу оңай болған жоқ. Ермек кейде үндемей қалатын. Мен оның Мөлдірді ойлап отырғанын сезетінмін. Бір күні өзінен сұрадым. Борысынасың ба? Кейде. Бұл жауап ауыр болса да қабылдадым. Барғың келе ме? Кейде. Неге бармайсың? Өйткені әр қалау адақсын соңынан еруі керек деген сөз емес. Мен де Даниярды кейде есіме алатынмын. Бірақ оның өзі емес. Сол кездегі өзіме берілген назарды сағынатынымды түсіндім. Ермек екеуміз аптасына бір кешті тек өзімізге арнай бастадық. Телефонсыз, балаларсыз, тұрмыстық әңгімені қозғамай. Бақында қолмей отыратынбыз. 23 жыл бірге өмір сүріп, бір-бірімізбен сөйлесуді ұмытып кетіппіз. Кейін қайтадан танысудық. Ол мағасан жұмыс детексақ қорқыныштарын айтты. Камедов Бекампрес ханымды сезінгенде де қайы қорқатынымды мовдадым. Ол менің өзгерген денеме әлі де қызыға қарайтынын айтты. Ал мен оны әрдайым мықты деп ойлап, әлсіздігін ешқашан сұрамағанымды түсіндім. Бір күні Ермек: Мөлдір маған массаж кезінде көз айтқан еді, деді. Қандай? Дене
Адексаның айтпағанын өзі айтып қояды деген. Сырас сөз екен. Менің денем ашқыринс қатып қалған еді, ал сенің денеңше? Менің денем назар девелопс var, олдыған обарекшінді. Енді сағынасың ба? Кейде. Нені? Сенің бұрынғыдай көз алмай қарағанында. Ермек шүмеп маған жақын келді. Осы жолы оның көз қарасынан тек те күдікте емес, баяғы таныс жылылықты сездім. Бірнеше ай өткен соң Мөлдірден хабарлама келді. Ол маған жазыпты: сіздердің жағдайларымыз қалай? Алғашында жауап бергім келмеді. Сосын: бірге тұрып жатырмыз, қайтадан үйреніп келеміз, деп жаздым. Мөлдір: қуаныштымын, деп жауап берді. Мен одан: Ермекті сағынасыз ба? деп сұрадым. Ол ұзақ уақыт жауап бермеді. Сосын: кей адамдар өмірімізге бізбен қалу үшін емес, өзіміз туралы бір нәрсе түсіндіру үшін келеді, деп жазды. Мен оның сөзін бірнеше рет оқшыдым. Мүмкін, Данияр менің өміріме де сол үшін келген шығар. Мөлдір Ермектің өміріне де сол үшін кірген болар. Бірақ біздің жасағанымызды ақтауға болмайды. Бөтен адам некедегі бос орынды толтыра алады. Бірақ ол бос орынды алғаш кім жасаған түсінбей, мәселе шешілмейді. Бір жылдан кейін Ермек екеуміз үйленген күнімізді атап өттік. Үлкен мейрамханаға бармадық. Үйде ғана отырдық. Балалар бөлек тұратын. Үй іші тыныш. Мен бұрынғы көйлектерінің бірін кидім. Ермек мені көріп: саған әлде жарасады екен, деді. Бұрын байқамайтын едің ғой. Бұрын көп нәрсені байқамай жүріппін. Ол музыка қосты. Біз ас үйдің ортасында баяу биледік. Бір кезде басымды оның иығына қойдым. Мені толық кешірдің бе? деп сұрадым. Жоқ, деді ол. Жүрегім бір сәт ауырды. Бірақ ол сөзін жалғастырды. Кейбір нәрсе толық ұмытылмайды. Бірақ адам сонымен өмір сүруді үйренеді. Мөлдірді ұмыттың ба? Жоқ. Мен басымды көтеріп оған қарадым. Оны әлі де ойлайсың ба? Кейде, бірақ қазір басқаша. Қалай? Ол маған басқа әйел керек екен емес, өз әйеліммен жоғалтып алған жақындықты іздеп жүргенімді түсіндірді. Ал менше? Сен де басқа еркекті емес, өзіңнің ұмытылған бөлігіңді іздеген шығарсың. Мен үнсіз қалдым. Ол дұрыс айтқан еді. Бірақ сол ұмытылған бөлігімізді бөтен адамдардан емес, бір-бірімізден іздеуіміз керек болатын. Ермек мені өзіне жақын тартты. Енді кеш емес пе? дедім. Біз әлі біргеміз ғой. Сол сәтте мен отбасымыздың бұрынғы қалпына ешқашан қайтпайтынын түсіндім. Бірақ бұл міндетті түрде жаман нәрсе емес еді. Бұрынғы отбасымызда айтылмаған реніш, үнсіздік және салқындық болған. Ал жаңа өмірімізде жара бар еді, бірақ шындық та бар болатын. Біз бір-бірімізді қайтадан мінсіз адамдар ретінде емес, қателесетін, әлсірейтін, қызғанатын, бірақ бәрібір сүйе алатын екі ересек ада ретінде қабылдай бастадық. Менің бір кештік құпиям. Ермекті массажист әйелдің үйіне алып барды. Оның кек алуға деген қалауы бізді айырылыстың шегіне жеткізді. Бірақ сол жағдай бізге 23 жыл бойы айтпаған сөздерімізді айтуға мәжбүр етті. Кейде отбасы бір күнде бұзылмайды. Ол жылдар бойы жиналған үнсіздіктен баяу жарылады. Ал оны қайта құру үшін бір ғана кешір жеткіліксіз. Адам қайтадан сенуді, тыңдауды және өзі жақсы көретін жанға әйел немесе күйеу ретінде ғана емес, тірі адам ретінде қарауды үйренуі керек. Мен Ермектің қолын қаттырақ ұстадым. Ол маңдайымнан сүйді. Бұл жанасуда бұрынғыдай асығыс, құмарлық болған жоқ. Бірақ одан тереңірек нәрсе бар еді. Бір-бірімізді жоғалтып ала, жаздағаннан кейін ғана тапқан жақындығымыз.
сол түні мен алғаш рет болашағымыздан қорықпадым. Өйткені екеуміз де енді бір нәрсені анық білетінбіз. Бөтен адамның құшағы уақытша жылу беруі мүмкін. Ал үйге қайта оралу үшін шындықтың суығына төзе білу керек. Соңы. Сіздердің ойларыңызша Салтанат пен Ермек бірге қалғаны дұрыс болды ма? Ермек мөлдірмен қарым-қатынасын жалғастыруы керек пе еді? Әлде кек қайтарудан бас тартқаны дұрыс па? Пікірге өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Осындай өмірге жақын, ересектерге арналған тағдырлы әңгімелерді тыңдағыңыз келсе, арнаға жазылып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.